Кім неғып кетіп қалды дейсің Расул? Отбасына байланысты проблема болды. Сен ауылға дейін? Ауылға байланысты. Жасың ше? 29. Мен аталарға таңғаламын. Қазақ айтты 14 ота биесің. Өйткені 14 жаста бала оң мен солын, жақсы мен жаманды ажырата ала бастайды. Оны мына нейробиология айтады, мына маңайдағы ми, саналы ми, адам шешім қабылдайтын ми 14-те жетіледі екен. Оны дұрыс шешім қабылдайды. 14 жасында үйрендіріліп жердеген әңгіме емес, ол отағасы болуға лайық. Оң мен солын таниды, қате дұрыс біледі деген сияқты. Сондықтан ата-ана балаға бағыт бағдар беру керек, балаға шешімін өзі қабылдау керек. Көбі бар ғой, ана баланың бағын байлайды. Анаған оқы, мынаны істе, ананы істе деген кезде мен оларға айтамын. Ата-ананың әрине батасын алу керек. Мен бүйтіп ақылаймын. Ата-ананың батасын алу керек. Сен бір күні көңіл күй жақсы келді, шай ішілген кезде әке шешеңе айтасың. Әке, мама, бір-екі сұрақ қойса бола ма дейді. Көңіл күй жақсы. Содан кейін айтады, иә қой дейді мысалы. Жақсы жаман мамыр жай айтқанда. Содан айтасың, кейін мен өз басымды өзім алып жүргенімді қалайсың ба? Өз тағдырымды өзім шеше алатын, өз шешім қабылдай алатын азамат болғанды қалайсың ба десең, кез келген ата қалайын деп айтады. Солай мен кейін сіздер кәртейген кезде мен өз шешім қабылдап сіздерді бағалатын жағдайға жеткенімді қалайсың? Әрине айтады, иә, қалаймын. 80-90-ға келгенде сен бағатын бала керек. Содан айтады, мен өмірдегі кездескен қиындықтарды ешкімнің көмегінсіз өзім шешкенімді қалайсың? Қалаймын. Содан айтады, өмірде қиындықсыз болмайды. Қателесуің керек. Бала қателескеннен кейін адам. Соны айтып болғаннан кейін, содан кейін ата-анаға айтасыз, олай болса, мен осылай шешім қабылдағым келеді. Маған рұқсат беріңіз. Кейін мен өз шешім қабылдай алатын, өз тағдырын өз шеше алатын, қиындықты өз шеше алатын адам болғым келеді. Егер сіз мені үнемі бүйтіп жетілеп, сіз мені бүйтіп мәпелеп отырсаңыз, сіз мені тек қана мен шешім қабылдап отырсаңыз, мен ешқашан өз тағдырын өз шеше алатын адамға қалыптаспаймын. Содан кейде солар маған бір рет болды, Айнұр деген endесі. Мамамен сөйлесің үшін, мамам үйіп жатыр дейді. Мен телефон алды сөйлеймін. Сәлемсіз осылайса мен ақ кетпек. Я, білем, ана балам үйтеді, оқуын тастаймын, білем деп айтады. Айтайын, сізде ауылда тұрасыз балалар. Бұзауыңыз бар ма дедім. Малыңыз бар емес, бар дейді. Содан айтайын, сіз ол бұзау сіздікі. Оны біреуге көрісіңізге сыйға туысқа тартасыз ба, көрімдікке бересіз ба, базарға барып сатып жібересіз ба, сойып сілейсіз ба, ол сіздікі. Айтайын, ал бұл адам ғой. Бұл сіздің бұзауыңыз емес, адам ғой. Сондықтан адам баласы өз тағдырын өзі шешу керек. Қазір шешесіз оның тағдырын. Ананы оқ, ананы істемей. Кейін ол дұрыс болмай шықса, балаң саған лағынды айтады болады. Кезінде мен сөйтейін деп едім, ата-анам істеткізбеді ол. Қор болды. Содан кейін сіз өзіңіз кінәлі санайтын боласыз. Құдай емес соны қайдан келеді. Бала өзі таңдайды, өзі қателессе, сонда ешкімді кінәламайды. Ата-анасы айту керек, мынандай дұрыс, ақыл мынандай дейді. Бірақ баланы өз шешім қабылдау керек. Өз өмірі үшін сонда сен тұлғаны жасап жүрсің. Келісесіз бе?